Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Менің бүгін пысықтығым тасып, пысықсып, бүгін мен шүберек жасауға кірістім. Нанымды жайып, ортасына фаршымды салып, менімен бірге балалар деген жағаласып жүр мына жерде. Шүберегімді жасап дайындап қойдым да, енді мен котлет пісірайын деп жанталасып жатырмын. Мына жерде менің ұлым менімен бірге жағаласып, осы балапан менде котлетті жақсы көреді, еще көмектескенді жақсы көреді, пысығы жасып жүреді постоянно. Мен осылай қолмен жасағанды жақсы көремін, қолмен тартып, кәдімгідей жасағанды ұнатамын. Менде бірақта да электронный мясорубка жоқ, но бірақта өзіме осылай ұнайды. Осылайынан бәрін дайындап алып, тұз, бұрыш, май, жұмыртқа, сүтімді құйып дайындап қойдым бір шетке қарай. Уақытқа дейін шүберегімнің майы қызып, шүберегімді салып, осылай екі жағынан қызартып, күштілеп тұрып пісіріп алдым. Шүберегімді пісіріп болғаннан кейін котлетіме кірістім. Оған ұн, ас содасын қосып, жақсылап тұрып араластырып, қызып тұрған майға оны да жақсылап тұрып пісіріп алдым. Бізге ас болсын. Рахмет.